Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бұл видеода өте дәмді әрі осындай әп-әдемі болып шығатын капкейктердің рецептімен бөлісемін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк қойып, әлі де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнға қопсқышты қосып, араластырып қоюымыз қажет. Бұл сухой ингредиентімізді біз қазір қоспаймыз, ең соңынан қосатын боламыз. Не араластырып алдық. Енді бөлек ыдысымызда бөлме температурасындағы сармайды саламыз. Сармай міндетті түрде бөлме температурасында болғаны жақсы. Үстіне шекерді толықтай қосып, енді миксермен араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Тек екеуін бір араластырып алсақ болғаны. Капкейк мен кекстің не айырмашылығы бар деулеріңіз мүмкін. Қазір сіздерге оны айтып өтемін. Енді жұмыртқаны бір-бірден салып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Кекс пен капкейктің айырмашылығы бұл жерде. Біз кексті ұзақ миксерлейміз, және бізге пышный масса шығу қажет кексте. Ал капкейкімізде тек барлығын бір араластырып алсақ жеткілікті. Және екеуінің рецепті екі түрлі болып шығады бұл жерде. Және бұл жердегі кекстің бетіндегі қамыры сондай шапочка болып биік болып піседі. Ал капкейктеріміздің беті бір тегіс болып шығады, қатты көтеріліп кетпейді. Өйткені біз бұның бетіне крем жағатын болғандықтан солай піскені дұрыс. Көп адамдар сұрайтын, кекс пен капкейк деген көрінісі бір болғаннан кейін екеуі де бір кекс деп. Бірақ олай емес. Үстіне өз қалауларыңызбен ванилин салсаңыздар болады. Енді ұнымыздың жарты бөлігін осындай електің көмегімен салып аламыз. Өте оңай жасалу жолы, өте тез дайын болады. Ұзақ миксерлемейтін болғандықтан барлығын тез саламыз, араластырамыз, біздің қамырымыз дайын болып шыға келеді. Сүттің де жартысын құямыз. Енді тағы да миксермен бір араластырамыз. Қалған ұнымызды толықтай саламыз. Үстіне қалған сүтті құямыз. Осылай ұн мен сүтті екі бөлікке бөліп салып аламыз. Тағы да миксермен бір келкі масса шыққанша бір араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді формамызға құюымыз қажет. Осындай қою қаймақ секілді болып шығады. Мен арнайы осындай капкейктерге арналған қораптан жасалған форма қолданамын. Барлығына жарты етіп салып шықтым, өйткені қазір бар көтеріледі. Осындай пергамент қағаздан жасап алсаңыздар да болады. Қызып тұрған духовкада енді 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Оған дейін кремімізді дайындаймыз. Кремге сливки және творожный сыр қолданамын мен. Сливкиді миксермен кішкене араластырамыз. 1 минуттай миксерлейміз. Сливки көпіршіп бастағанда үстіне сахарный пудра қосамыз. Тағы да миксермен 1 минуттай миксерлейміз. Біздің сливкеміз кішкене қоюлана бастағанда біз творожный сырды саламыз. Енді үстіне творожный сырды салып, қою масса болғанша миксерлеуіміз қажет. Бізде қою крем шығу қажет.
Міне креміміз дайын. Осындай қою крем болып шығады. Міне капкейктеріміз де осындай болып піседі. Үстіне осындай шапочка етіп, насадканың көмегімен кремдерімізді жайғастырамыз. Етін өздеріңізге қалаған фруктыларды қойып әсемдесеңіздер болады. Мен осындай құлпынаймен және вишнямен әсемдеймін. Видео ұнаған болса, сіздерге лайк қойып, тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, сіздермен бірге болған Гүлзира.